Қазақ халқының ерекше қадір тұтатын жануарының бірі жылқы. Оны ең алғаш қолға үйреткен де қазақ. Жылқының басты қасиеті туған жері мен жүрген жерін ешқашан ұмытпайды. Ғалымдар жылқының етінің 17 түрлі ауруға ем болатынын дәлелдеген. Бие сүтінің пайдасы ана сүтіне жуықтау. Осындайда бабаларымыздың сәбилерді қымыз сүтімен өсірген көрегендігіне таң қаласың. Қазақ халқы балаларын 5 жастан бастап атқа мінуді үйрете бастағаны белгілі. Сол сәттен бастап ат үстіндегі бала ерекше шабыттанып ержете бастайды. Жылқыға байланысты салт-дәстүрлер мен ырым-тыйымдар өте көп. Қазақ халқы жылқыны 7 қазынаның бірі санап, оны киелі деп есептеп, жыл қайыруда 7-ші орын берген. Жылқы етінің ең басты қасиеті жүрек, қан тамыр ауруларына, бүйрек жұмысын жақсартуға, буын сүйектерінің сырқырауына, ішкі ағзаның дұрыс жұмыс жасауына тигізер әсері мол. Ағза жасушаларын жаңартып отыратын қасиеті де дәлелденген. Ал бұл дегеніңіз қартаймаудың басты қағидасы. Сонымен қатар жылқының жүрегін жеу ми қызметін жақсартады. Мидағы миллиондаған жасушаларды жаңартып, есте сақтау қабілетіне жауап беретін талшықтарға көмек береді. Мамандардың айтуынша, жылқы етін тұрақты жеу мидың ұзақ уақыт мүлтіксіз қызмет етуіне септігін тигізеді. Ол үшін жылқының жүрегін пісіріп не қуырып жеу керек. Жылқы етінде негізінде минералды заттар, оның ішінде темір көп. Әсіресе жылқы бауыры темірге, А1, В2, В12 дәрумендеріне бай. Мамандар жылқы етін мұздатқышта сақтағаннан гөрі оны сүрлеп сақтаған әлдеқайда пайдалы екенін айтады. Жылқы етінің майы жеңіл балқитын болғандықтан ол ағзаға жақсы сіңеді. Етке глюкогеннің бөлінуі оған өзгеше дәм береді. Жылқының орташа өмір сүру ұзақтығы шамамен 25-30 жыл. Жылқылар адам даусына қарап көңіл күйін біле алады. 20-дан астам ұлтта жылқы қасиетті жануар болып саналады. Жылқылар фотосуреттер мен картиналардан басқа жылқыларды тани алады. Жалпы әлемде 60 миллионға жуық жылқы бар. Соның ішінде жабайы жылқылар мекендейді. Жылқылардың жартысы керемет дамыған. Олар өзіне қатал қараған адамды өмір бойы есте сақтайды, достарын да ұмытпайды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.